أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli cemaat Ağalar, bауырлар, Алла Тағала ұстаған оразаларымыз қабыл қылсын, қылған дұғаларымыз, тілектеріміз, ниеттеріміздің баршасын Алла Тағала қабыл етсін. Мишкатул Масабих кітабынан Рамазанға байланысты хадистерді оқып жатқан едік. 1965 хадисті бүгін нәсіп етсе оқимыз. Кімнен риwayat қылынған екен бұл хадис? وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال Salman al-Farisi radıyallahu anhu'na жеткен мына бір хадисте бұл сахаба былай дейді: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. Allah Resulü сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам Шаабан айының соңғы күндерінде біздерге бір құтпа оқыды дейді. Енді бұл жерде ғалым уламалар былай деп айтады: Шаабанның соңғы жұмасы дейді. Неге? Себебі құтпа айтты дегеніне қарасақ, демек бұл Шаабанның соңғы жұмасы болуы мүмкін дейді. Ал құтпа беру, құтпа айту деген нәрсе, ол тек қана жұмада жаңағы имам минбарға шығып айтатын нәрсені ғана құтпа демейміз. Мысалы, басшы, бір әкім, бір әмірші, имам, бір сұлтан, падишах болсын, басқасы болсын, халықты басқарып тұрған адамдар маңызды бір нәрсені халыққа айтқылары келсе, биіктеу бір жерге шығады екен. Көрінейін, халық көрсін мені деген сияқты. Сол шығатын нәрсені минбар дейді. Ал айтатын маңызды нәрсесін құтпа дейді. Құтпа айтты, құтпа оқыды дейді. Яғни маңызды бір нәрсе айтты дейді. Сол үшін ғалым ғұламалар бұл жерде екі түрлі көзқарас қылған. Кейбіреулер айтқан Шағбанның соңғы жұмасы, кейбіреулер айтқан Шағбанның соңғы күндерінде айтты дейді. Құтпа берді дейді. Енді ең дұрысын Алла Тағала біледі. Фақала, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Не деп айтқан екен? Я айюхан нас, ей адамзат баласы, ей адамдар. Қада адаллакум шахрун азимун. Расында сендерге, шындығында сіздерге ұлық болған айдың көлеңкесі келіп жетті. Яғни бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Шағбаннан кейінгі ай Рамазан айын айтып жатыр. Шағбан бітейін деп жатыр. Келесі ай Рамазанның көлеңкесі сіздерге келді. Яғни Рамазан жақындады, Рамазан келіп қалды деп пайғамбарымыз ескертіп жатыр ғой адам зат баласына. Ол сондай ай шахрун мубаракун, өте берекелі ай Рамазан айы. Шахрун фихи лейлатун хайрун мин алфи шахрин. Осы айда, осы Рамазан айында сондай бір түн бар, ол түн 1000 айдан да хайырлы. Ол түн 1000 айдан да хайырлы. Яғни бұл жерде Рамазан айындағы қадір түні айтылып жатыр. Құранда аят бар, Қадір сүресі. Сол жерде де айтылады. Алла Тағала өзі айтады. Бұл ай хайру мин алфи шахр деп келеді Құранда. 1000 айдан да хайырлы дейді. Бұл айдағы түнді айтып жатыр Алла Тағала, яғни қадір түнін. Жаалаллаху сиямаху фаридатан. Алла Тағала бұл айдағы оразаны парыз қылды. Бұған байланысты Құранда Бақара сүресінде аят бар. Астаиду билла бисмилла я айюхаллазина аману. Алла Тағала біздерге айтып жатыр, мұсылмандарға, мүминдерге, иман қылғандарға. Ей иман қылғандар, ей мұсылмандар дейді Алла Тағала. Бұйыр Аллахым, әмір қыл, не істейік, не қылайық? Кутиба алейкумус сиям. Сендерге ораза парыз қылынды дейді. Парыз қылынып жазылды. Қалай парыз қылынды? Кама кутиба алаллазина мин qablikum ila akhiril aya. Sadaqallahu azim. Сендерден бұрынғы үмметке, адамдарға, мұсылмандарға қалай ораза парыз қылынған болса, сендерге де Рамазан айындағы ораза парыз етілді. Және сендерден кейін келетін нәсілге, яғни ақыр заманға дейін парыз қылынып жазылды ораза.
Құранда сондай аят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтып жатыр: "Жаалаллаху сиямаху фаридатан". Алла тағала осы қасиетті Рамазан айындағы оразаны парыз қылып жазды. "Ва қияма лейлихи татаввуан". Және де бұл айдағы намазды, яғни тарауих намазын сүннет намаз қылып қойды Алла тағала. Арнайы бекітіп қойды. Өткен хадистерде айтқан едік: "Мен қама Рамадана иманан ва ихтисабан". Кім Рамазан айындағы тарауих намазды қылатын болса, оқитын болса, иманан, Аллаға сенген күйде, және ва ихтисабан, сауабын жалғыз ғана Алладан үміт қылып күтіп, кім Рамазан айында тарауихты қылатын болса, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи, ол адамның жасап кеткен бүкіл күнәлары кешіріледі дейді. Алла бүкіл күнәларымызды кешірсін. Амин я раббал аламин. Хадисті жалғастырып оқиық. Мән кім пайғамбарымыз айтып жатыр саллаллаху алейхи вассалам, тақарраба, Аллаға жақындаса. Қай айда? Фихи, осы Рамазанда. Осы Рамазан айында Алла тағалаға жақындауды қаласа, немесе Алла тағала жақындаса, немен? Бихаслатин, нәфіл намаздармен, минал хайри. Нәфіл намаздармен кім осы Рамазанда Алла тағалаға жақындаса, кәна кәмән әдді фаридатан фима сиваху. Кім Рамазан айында бір нәпіл қылатын болса, ол адам как будто Рамазан айынан бөлек 11 айда парыз қылып қандай сауаптың иесі болған болса, дәл сондай сауапты Рамазан айында 2 рекағат нәпіл қылу арқылы да алады дейді. Яғни, ойлап қараңыз. Рамазан айынан бөлек айларда, Рамазан айынан бөлек 11 айда 1000 рекағат нәпіл оқысаңызда бір парыздың сауабына, дәрежесіне жете алмайсыз. Қайттан айтам. Рамазан айынан бөлек 11 айда сіз 1000 рекағат, 100 000 рекағат нәпіл оқысаңызда бір парыздың орнын баса алмайсыз. Сауабы жетпейді бір парызға. Енді Алла тағала бұл айды сондай мубарак қылған, берекелі қылған. Бұл айда бір адам 2 рекағат намаз оқыса, басқа айларда қылған парыздың сауабын алады дейді. Түсінікті ме? Сіз басқа айда 1000 рекағат, 100 000 рекағат, 10 000 рекағат нәпіл оқысаңызда бір парыздың жағдайына, дәрежесіне, сауабына жете алмайсыз. Бірақ Рамазанда 2 рекағат ақ оқу арқылы сіз бір парыздың сауабына жетесіз дейді. Сондай болып жазылады бұл айда нәпілдер. Ал парыздар қалай екен? وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. Енді кім Рамазан айында бір парыз қылатын болса, как будто басқа айларда 70 парыз қылғандай сауап алады дейді. Бір парызға 70 парыздың сауабы жазылады. Ал Рамазан айындағы 2 рекағаттық нәпілге бір парыздың сауабы жазылады. Қараңызшы, қандай сауаптар. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. Бұл ай, Рамазан айы, сабыр айы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сабыр қылуымыз керек. Оңай емес, шөлдейсіз, қарныңыз аш болады, тағы басқа. Қиналасыз, бәрі Алла үшін. Сабыр қыласыз. Сабыр қылсақ, وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ. Енді осы сабыр қылатын болсақ, бұның сауабы, бұның подаркасы, бұның сыйлығы қандай екен? Әл-жәннә. Бұның сыйлығы жұмақ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Бұл ай сабыр айы. Егер сабырлық қылатын болсаң, бұның сыйлығы ол жәннат дейді, жұмақ дейді. Алла баршамызға нәсіп етсін. Ас-сабру инда садматил ула дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде. Нағыз сабырлық алғашқы соққыда белгілі болады дейді. Сабырлы болуымыз керек. Қазақ не дейді қазақ? Аюды жеңген жарты батыр дейді.
өз өзін жеңген нағыз батыр дейді. Яғни сабырлы бола берген адам ол нағыз батыр дейді. Хадисті жалғастырып оқиық. Ва шахрул муасат, сол сияқты бұл ай жақсылық жасау айы дейді. Бір-бірлеріңізге жақсылық жасаңдар. Бұл ай жәрдемдесу айы дейді. Бір-бірлеріңізге көмектесіңдер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл Рамазан айына дейін 11 айдың ішінде Рамазаннан бөлек айларда итак жақсылық жасайтын еді пайғамбарымыз. Сұрап келген пақырдың қолын кері қайтармайтын еді ешқашанда. Өзінде болса пайғамбарымызда беретін еді, болмаса қасындағы бар адамдардан сұрап қарызға алып беретін еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Немесе өзінде де болмаса айналасында адамдардан да табылмаса не деп айтатын еді? Омар радиаллаху анхуның хадисінде бір күні бір адам келді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Бір нәрселерді сұрады дейді. Алланың Расулы маған беріңізші, көмек қылыңызшы дегенде пайғамбарымыз былай деп айтты дейді. Ма инди шайун. Қазір сенің сұрап тұрған нәрсең менің жанымда жоқ. Бірақ ибта алейя, анау базарға барып керек жарақ нәрсеңді менің атымнан ала бер. Яғни бұның ақшасын Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам төлейді деп ала бер деп адам жібереді екен. Пайғамбарымыз сондай болған. Ал Рамазан келгенде жасайтын жақсылығын пайғамбарымыз екі есе көп қылып жасайтын болған. Рамазанда өте көп жақсылық жасайтын болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Біз де сөйтуіміз керек. Егер жағдайымыз жетіп тұрса, көмек қыла алатын болсақ, көмек қылайық. Келіп тұрған, сұрап тұрған пақырдың, мұқтаждың, кембағалдың қолын кері қайтармайық. Ва аммасса иля фала танхар дейді Құранда. Сұрағанның қолын кері қайтарма дейді. Хадистің жалғасында. Ва шахрун юзаду фихи ризқул муъмин. Және бұл айда мұсылман муъминдердің рызықтары көбейеді дейді. Рамазанда рызығымыз көбейеді екен. Мән фаттара фихи саиман кәна лаху мағфиратан лизунубихи. Енді кімде-кім ифтар қылатын болса, ауыз ашар жасайтын болса, дастархан жайып ораза ұстағандарға ифтар қылатын болса, не болады екен? Ол адам үшін кәна лаху мағфиратан лизунубихи, оның күнәсін кешіріліп кетуіне себеп болады дейді. Жаңағы жасаған дастарханы берген ифтарлығы. Яғни бір адам жағдайы бар, дастархан жайды, ифтар қылды, ауыз ашар жасады адамдарға, сол себепші болған дастарханды жайған адамның күнәсінің барлығы кешіріліп кетеді дейді. Және уаитқа рақабатихи минан нар. Енді бұл жерде сөзбе-сөз переводтайтын болсақ, рақабатихи деген жаңағы адамның, ауыз ашар берген адамның мойны тозақтың отынан құтқарылады дейді. Енді бұл жерде бір грамматиканың ережесі бар, жаңағы арабша грамматиканың ережесі бар. Мынандай бір нәрсе бар, қағида. Бәдәл деген нәрсе бар. Бәдәл жүз минал кул деген нәрсеге байланысты бұл жерде Алла Тағала мойынды айтып тұр, адамның мойыны. Бірақ тек қана мойынды тозақтан құтқарып, қалған басын, денесін, қолын, аяғын тозаққа тастайын деген сөз емес, Алла сақтасын. Бұл жерде мойынды айтып тұр ма? Яғни бүкіл денесін айтып тұр. Сол үшін кімде-кім ауыз ашар жасайтын болса, ифтар қылатын болса, ол адамның бүкіл күнәсін Алла Тағала кешіреді, және денесін тозаққа харам қылады екен. Яғни тозаққа кіргізбейді Алла Тағала. Тозаққа кірмегесін, күнәсі кешірілгесін, ол адам қайда кетеді? Әрине, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін сол пайғамбармен мұсылман мұъминдермен ілесіп бірге жұмаққа кетеді. Алла баршамызға нәсіп етсін. Амин. Я Раббал аламин. Тақаббал минна би хурмати Таха ва Ясин. Хадисті жалғастырып оқиық. Ва кана лаху мислу ажрихи мин гайри ан янтақиса мин ажрихи шайун. Енді анау адам дастарханын жайды. Ифтарға шақырды адамдарды, ауыз ашарға. Адамдар келді енді дастарханға. 10 адам, 15 адам, 100 адам, 200 адам мысалы. Сол әр қайсысы сол күннің сауабын алды, ұстаған оразасын сауабын алды. Енді 100 адам келсе, 100 түрлі адам келіп отыр ғой, енді әр қайсысы әр түрлі сауаптың иесі сол күннің. Сол жаңағы ифтар беріп жатқан, себепші болып жатқан адам әр қайсының сауабынан дәл сондай сауаптың иесі болады дейді. Және
келіп отырған адамның сауабынан ешқандай сауап азаймайды дейді. Оларда солай тұра береді сауаптар. Дәл сондай копиясы, мына ифтарға себеп болып жатқан адамда болады екен сауаптың копиясы. Дәл сондай сауаптың копиясын алып алады дейді өзіне. Құлна, енді сахабалар тыныш отырмайды, сұрайды сахабалар, білгісі келеді, осындай сауаптардан құр қалғысы келмейді, махрум болғысы келмейді сауаптан. Сөйтіп біз айттық дейді, я Расулаллах, ей Алланың Расулы, ей сүйікті пайғамбар. Лейса куллуна наджиду ма нуфаттиру бихи ас-саима. Я Алланың Расулы, біз пақырымыз, мұқтажбыз, сіз бізді жақсырақ білесіз. Біз бай емеспіз. Бізде мынандай жағдай жоқ, дастархан жаятын барлығына. Бізде бірақ бұл сауаптан махрум болғымыз келмейді, бізде бұл сауаптың иесі болғымыз келеді деп жылай бердік дейді. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп жауап берді дейді. Юътиллаху хада сауаб. Алла тағала дәл осындай сауапты мынандай адамдарға да береді дейді. Қандай адамдарға? Мән фаттара саиман аля мазқатин лабанин. Бұл сондай бір адам дейді. Дымы болмаса да, үйінде жай ғана сүті болса. Бірақ бұл қандай сүт? Су араласқан сүт. Ойлап көріңізші, сүт, су араласқан. Бұны не үшін айтып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Сахабалардың кейбіреулерінде сондай қиын жағдайлар болған, үйінде бала шағасы көп, бірақ бір нәрсе жегізейін, дастархан жайын десе, дым жоқ дастарханына қоятын. Сөйтіп бір кесе сүті болады екен жаңағы адамның. Сол сүтке су араластырады. Не үшін? Бүкіл бала шағама, әйеліме жетсін деп. Аны бір кесе сүт ешкімге жетпейтіндігі үшін ішіне су араластырады, және соны бала шағасы көрген уақытта сүт деп ойлап ішеді екен. Қараңыз, қандай жағдайлар, қиын жағдай. Айша анамыз айтады бір хадисінде, біз сондай бір қиын жағдайларды басымыздан өткізген едік. Үйде бір ай бойы, оны түсінікті болу үшін сіздерге айтайын, газовка, тамақ пісіретін газовка жанбайтын еді дейді. Бір ай бойы. Яғни ыстық тамақ жемейтін едік. Піспейтін еді, тамақтың иісі шықпайтын еді бір ай бойы. Сондай қиын жағдайларда болған кездеріміз болды дейді. Кім айтып жатыр? Айша анамыз радиаллаху анха. Яғни тек қана бір ай бойы сүт, су, құрма сөйтіп амалдадық дейді. Айша анамыз айтады радиаллаху анха. Енді бұл сахабаларда сондай қиын жағдайда болған ғой енді. Дастархан қоятын наны, басқа нәрсесі жоқ. Бізде Аллаға шүкір кейде сондай жағдайлар болады. Жаңа ыдысты қоятын жер таба алмай қаламыз ғой енді тамақтың көптігінен. Алла рызығымызды көп қылсын, бірақ ысырап қылмайық. Ысырап қылатын құлдардан болмайық. Алла қасиетті Құранда «Кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусрифин». Жеңдер, ішіңдер дейді Алла Тағала, халалынан жеңдер, ішіңдер, бірақ ысырап қылмаңдар. Алла ысырап қылушылар жек көреді дейді, жақсы көрмейді дейді Алла Тағала. Ысырап қылу бұл харам. Қанағатшыл болайық, шүкір қылатын құлдардан болайық. Бұл сахаба сөйтіп, мысалы, үйінің семьясына жаңағы сүтке су араластырып беретін еді. Бірақ мына бір нәрсе бар, ол харам. Оны айтып кетейік, ол қандай нәрсе? Адам, мысалы, базарда жұмыс жасайды, сүт сатады, бірақ сүтке су араластырып қоятындар да бар. Халықты алдаушылар. Бұл харам. Мысалы, адам сүт алғысы келеді, сиырдың сүті, тағы басқа ешкінің сүті деп базарға барады. Жаңағы баклажкада сүт тұр. Сөйтіп жаңағы сұрайды ғой енді, бұл сүт ненің сүті, сиырдың сүті, таза сиырдікі ма? Таза сиырдікі деп жаңағы өтірік айтады бірінші. Ішінде су араласқан айтпайды, сөйтіп сатады, алдайды адам. Сондайлар да бар, Алла сақтасын. Жоқ емес бар. Жаңағы қаймаққа кілегей дейді ғой, кілегейге бір нәрселерді араластырып көбейтіп сататындар бар. Таза өзін сатпайды, таза сүттің өзін сатпайды да бір нәрселер араластырып сөйтіп пайда көргісі келеді. Бұның барлығы харам. Халықты алдау ол харам. Халықты алдауға болмайды. Ол адам су ішкісі келсе, үйінде етак су бар ғой. Ол таза сүт ішкісі келіп, сенен алғысы келіп тұр. Ал сен сол сүтке су араластырып алдап сатып жатсың мысалы. Алла сақтасын. Алла Тағала Құранда айтады: «Уайлул лил мутаффифин».
таразыдан жейтіндерге уайыл болсын дейді. Уайылдың екі түрлі мағынасы бар. Біріншісі тозақтан орын болсын, яғни тозаққа кетсін дейді Алла Тағала. Немесе екінші мағынасы уайыл дегеніміз тозақтағы бір шұңқыр. Жұмақта дәрежелер болады. Жұмақта көтерілу деген нәрсе болады. Жұмақта мақамдар, мәртебелер, орныңыз көтеріледі. Түсу деген нәрсе жұмақта жоқ. Жұмақта тек көтерілу. Оны дәреже дейді. Ал тозақта дәрока болады. Жұмақта дәрожа, тозақта дәрока. Дәрока деген түсу. Тозақта көтерілу деген болмайды, түсу деген болады. Жұмақта көтерілу деген болады, түсу деген болмайды. Сол тозақтың ең соңғы дәрокасында уайыл деген шұңқыр болады дейді. Сол уайылдан от шыққан кезде қалған тозақтағы орындардағы жаңағы оттар дейді, қорыққаннан Алладан пана сұрайды дейді ғой. Мына уайылдан шыққан оттан, я Аллахым сенен пана сұраймыз деп, тозақтың оты қорқады дейді. Оты қорқады дейді. Осы тозақтың түбінен шығып жатқан, уайылдан шығып жатқан оттан. Сондай жаман жер. Сондай болсын дейді, таразыдан жейтіндер. Таразыға есептейді, бірақ алдап солап бір нәрсе қылып, халықты алдап жүреді. Осының ішіне кіріп кетеді жаңа алдау деген нәрсе. Сүтке су араластыру, тағы басқа. Халықты алдауға болмайды. Болмайды. Өз-өзіңді алдаған боласың. Алланы алдай алмайсың ешқашанда. Енді бұл жерде сүтке су араластырып ішіп жатқаны, бұл халықты алдап жатқан жоқ жаңағы сахабаның. Ол семьясына сөйтіп беріп жатыр. Аш қалмау үшін, бала шағасын мәз қылу үшін. Ол харамға жатпайды. Жағдай жоқ себебі. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр ғой, кімде-кім жағдайы болмаса да су араласқан сүтпен, әу немесе тәмротин бір құрмамен, немесе құрманың жартысымен, әу шарубатин мимма, немесе бір жұтым сумен, бір кесе сумен ауыз аштыратын болса да, ораза ұстап жүрген адамның аузын осы нәрселермен аштыратын болса, себепші болса, дәл осы сауаптың иесі болады дейді. Ойлап қараңызшы. Яғни не обязательно дейді. Өп-үлкен қылып дастархан жайып. Дұрыс, егер жағдайыңыз болып тұрса, осыған күшіңіз жетіп тұрса, жасағаныңыз нұр үстіне нұр, абзалырағы да сол. Бірақ жағдайыңыз жоқ, сауаптан махрум қалғыңыз келмейді. Олай болса, жаңағы бір жұтым сумен де, жарты құрмамен де, жаңағы су араласқан сүтпен де біреудің аузын ашатын болсаңыз, жаңағы ифтар қылып, дәл осы сауаптың иесі боласыз. Яғни Алла бүкіл күнәңізді кешіреді де, тозаққа денеңізді харам қылады екен. Хадисті жалғастырайық. Уәмән әшбаға сауиман, кімде-кім ораза ұстап жүрген адамды тойдыратын болса, қарнын тойдырса, сақауhu Аллаху мин хауди шарбатан ла яд мау хатта ядхулал джаннах дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Мағынасы, кімде-кім жаңағы ораза ұстап жүрген адам тойдыратын болса, ауызаша жасайтын болса, ифтар қылатын болса, Алла Тағала да оны дейді, ертең қиямет күні қиналған сәтте өзінің хаузынан, яғни кәусарынан, зәмзәм суынан ішкізеді дейді Алла Тағала. Жаңағы ифтар қылдырған адамға, себепші болған адамға Алланың өзі зәмзәм суынан береді дейді. Енді ойлаңыз, қиямет күні махшарда барлығымыз жиналамыз, миллиардтаған адам. Тұрамыз, бәріміз бір жерде. Махшар деген өлгеннен кейін хашыр қылынатын, яғни өлгеннен кейін тіріліп жиналатын жерде айтылады. Махшар деп. Махшар күні жиналатын күн. Бүкіл адамзат баласы сол жерде жиналамыз. Күн сол уақытта, қияметте, үйдің патологындай жерге дейін жақындап келеді дейді күн. Адамдар уратун, яғни тыр жалаңаш болады дейді хадисте айтылғандай. Осыны естіген кезде Айша анамыз радиаллаху анха пайғамбарымыздан сұраған екен, Алланың Расулы, бүкіл адамзат баласы тыр жалаңаш болады деп айттыңыз, бұл қалай, әурет деген нәрсе бар, бір-бірімізді көріп қоймаймыз ба дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады екен, Айша, адамда сондай қиын жағдайда болады, бір-бірінің әуретіне қарау деген нәрсені вообще ойламайтын болады дейді. Олардың ойы тек қана менің амал кітабым оң жағымнан келе ме, немесе сол жағымнан келе ме, осыны ойлап тұрады дейді. Себебі Алла қасиетті Құранда Уақиға сүресінде Астағиду билла бисмилла ва асхабул ямини ма асхабул ямин, кітабын оң жағынан алғандар
нендей бақыт оларға, нендей жақсылық. Яғни олар жұмаққа кетеді дейді. Кітабын оң жағынан алғандар. Алла нәсіп етсін баршамызға. Ва асхабу шимали ма асхабу шимал. Енді кітабын сол жағынан алғандар. Оларға нендей өкініш, оларға нендей жамандық. Яғни олар тозаққа кетеді дейді. Кітабын сол жағынан алды. Енді барлығымыз сол жерде тұрамыз қиямет күні, және кітабымызды, амал дәптерімізді күтеміз. Адамды сондай қиналғаннан, қатты қорыққаннан теріліп өзінің терісіне батады дейді. Қатты шөлдейді, аш болады. Бір қанша жыл аяқта тұрып күтеміз. Сондай қиын сәтте Алла Тағала кейбір адамдарға өзінің хауызынан, хауыз деген бассейн, өзінің бұлағынан деп айтайық, өзінің суынан, яғни Кәусар бұлағынан, суынан, зәмзәм суынан ішкізеді дейді Алла Тағала. Мә құлым деп ішкізеді дейді. Сол ішетіндер кімдер екен? Тірі кезінде ифтар қылып, жаңағы бір ораза ұстап жүрген адамның қарнын тойдырған адамдар. Соларға Алла Тағала өзінің хауызынан, өзінің Кәусарынан, зәмзәмнен ішкізеді екен. Және сол ішкеннен лә ялмау хатта ядхулал жанна. Жұмаққа кіргенше ешқандай да қиналмайды, жаңағы суды ішкеннен кейін Алла Тағала берген суды, және ешқандай шөлдемейді, және ешқандай аш та болмайды, сөйтіп жұмағына кіреді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай дейді, жалғастырып: "Ва хуа шахрун", бұл ай, "Ауалуху рахматун", бұл айдың алғашқы 10 күні рахма күні, яғни Алла Тағаланың берекесі жауған күн, Алланың берекесі жауған күн. Рамазанның алғашқы 10 күнінде Алланың берекесі жауады. Ва аусатуху магфира, ал ортаңғы 10 күні ол кешірім күндері. Алла Тағала Рамазанның 30 күн, жаңа Рамазан болатын болса, соның ортасындағы 10 күнінде Алла Тағала ораза ұстағандарды, мұсылман мүминдерді кешіреді екен, күнәсін кешіріп жүреді. Алла нәсіп етсін баршамызға. Анамыздан жаңада туылған нәресте сияқты күнәдан пәк таза болған, тап-таза болған күйде, судан, таза сүттен ақ болған күйде шығуымызға Аллахым нәсіп етсін баршамызға, күнәміз кешірілсін. Амин я раббал аламин. Ва ахируху итқун минан нар, соңғы 10 күні ол тозақтан құтқарылу. Яғни Алла Тағала тозақтан адамдарды босатады екен. Мысалы, бір адам, мұсылман адам тозаққа кететін болса, мысалы, ол тозаққа кететін болса, Алла Тағала сол адам ораза ұстағаны үшін Алланың қыл дегенін қыл, қылма дегеннен қашты да парыз болған оразаны ұстады. Сол адам болашақта тозаққа кіру керек еді, бірақ Алла Тағала тозаққа кіретіндердің қатарын сызып тастайды екен, алып тастайды екен. Себебі ол ораза ұстады, амал қылды. Алла Тағала оразаның соңғы 10 күнінде оны тозақтан шығарып жүрген екен. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ, енді кімде-кім қол астындағы жұмысшыларына жұмысын жеңілдететін болса, бұл жерде енді басшылар айтылып жатыр. Бастықтар, басшылар, әкімдер, халықты басқарып болған сондай жұмыспен сөйтіп тұрған басшыларға айтылып жатыр. Бір басшы, бір бастық, әмірші қол астындағы жұмысшылардың жұмысын Рамазан айы келді ғой деп, сол Рамазанға құрмет қылып, жұмысшыларының жұмысын жеңілдетіп беретін болса, бастық мұсылман, иман қылған, қол астындағы әртүрлі адамдар бар, орысы бар, басқасы бар, христиан бар, мұсылман бар, фарқ етпес, фарқы жоқ. Сөйтіп жаңағы адам ойлады, мен қол астымда қанша адамдар жұмыс жасап жатыр, ішінде мұсылман бар, мұсылман емесі де бар, бәріне бірдей Рамазанға құрмет қылып, осылардың жұмысын жеңілдетейін. Ораза ұстап жүргендер шаршамасын. Ораза ұстамай әлі мұсылман еместер көрсін ислам діні қандай бір сондай керемет дін екенін. Рамазанға құрмет қылып, жұмысын жеңілдетіп беретін болса, мысалы, Рамазанға дейін жұмысшылары 2 қап цемент көтеріп жүрген болса, Рамазан келді деп, бастығы жаңа 2 қап цементті тастаңдар, енді жарты қап көтерсеңдер жеткілікті деп өте жеп-жеңіл қылып қоятын болса, тағы басқа осыған ұқсас, ғафараллаху лаху ва а'тақаху минан нар, дәл сол сияқты Алла Тағала жаңағы басшының жұмысты жеңілдеткені үшін қол астындағы адамдарға не үшін жасап жатыр? Рамазанға құрмет деп жасады ғой.
Сол үшін Алла Тағала оның да күнәсін кешіріп жүреді екен, жаңағы басшының. Бүкіл күнәсін кешіріп, тозаққа денесін харам қылады екен. Неге? Себеп не? Рамазан келді деп, Рамазанға құрмет қылып, сондай бір жақсы ниет қылғаны үшін. Себебі қасиетті Құранда Хадж сүресінің 32-ші аяты бар мынандай. Астағиду билля, бисмилля, Алла Тағала былай дейді: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَنْ кімде-кім юазим тазим қылатын болса, яғни ұлықтаса, сыйласа, құрмет қылса, нені? Шааираллах, Алла Тағаланың белгілерінен бір белгіні ұлықтайтын болса, құрметтейтін болса. Алланың белгілері қандай? Мысалы намаз, азан, Құран, жаңағы қажылыққа бару, тағы басқа, ораза ұстау. Осының барлығы Алланың белгілерінен бір белгі. Сол мысалы оразаны алатын болсақ, оразаны құрметтеп жатыр ғой адам. Алланың белгілерінен бір белгіні кім құрметтейтін болса, тағзым қылатын болса, ұлықтайтын болса, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, сол нәрсе адамның жүрегіндегі тақуалықтың белгісі дейді. Көрдіңіз бе? Алла өзі Құранда айтып жатыр. Сіз Алланың белгілерінен бір белгіге тағзым қылатын болсаңыз, құрметтейтін болсаңыз, ұлықтайтын болсаңыз, Алла айтады, сенің жүрегінде ол тақуалық дейді. Жүрегінде тақуалық бар. Ал кімнің жүрегінде тақуалық болса, ол жұмаққа кіреді деген сөз. Мәхия тақуа, тақуа дегеніміз не деп сұраған екен? Ат-тақуа әл-хауфу минал жалил, вәл-қанаату бил-қалил, вәл-амалу бит-тәнзил деп жауап берген екен. Тақуалық дегеніміз, қысқадан нұсқа қылып айтатын болсақ, Алланың қыл дегенін қылып, қылма дегеннен қашу. Алла нені бұйырған болса, соны жасау, істеу, қылу. Вәл-қанаату бил-қалил, азға қанағат қылу, жоққа шүкіршілік қылу. Алладан қорқу. Осындай мағыналар бар. Ал енді кімде-кім Алланың белгілерінен бір белгіні құрметтемейтін болса, қарсы шығатын болса, ой Рамазан ғой деп мысалы, Алла сақтасын, онда ол адам жүрегінде тақуалық жоқ деген сөз. Ал тақуалық болмаса, ол адам Құдайдан қорқпайды деген сөз. Және ол жұмаққа кіре алмайды. Алла сақтасын. Түсінікті ме? Мынандай бір риуаяттар келтіріледі кітаптарда. Бұрынғы ескі кітаптарда бір мәжуси, отқа табынатын бір мәжуси дейміз. Отқа табынатын бір адам баласымен күн ыстық кезде ораза айында мұсылмандардың базарынан өтіп бара жатады, баласын ұстап алып. Күн ыстық, мұсылмандар ораза ұстаған сол кезде, Рамазан айында екен. Жаңағы баласы, мәжусидің баласы, қолында мороженое бар. Соны жалап кетіп бара жатқан екен жаңағы мұсылмандарға көрсетіп. Сонда әкесі мәжуси, баланың әкесі, баласын ұрады ғой, ұрсып. Сен деп жаңағы боқтап. Рамазан айы деген бір ай бар осы мұсылмандарда. Неге сыйламайсың бұл айды? Бұл мұсылмандар аш жүр, сусыз, құдайларына ғибадат қылып жатыр, ораза деген нәрсені ұстап жатыр. Неге сыйламайсың? Деп мәжуси, мұсылман емес адам, баласын сөйтіп ұрған екен. Бала жылайды енді. Кейін біраз қанша уақыттар өткеннен кейін өлім аузында жатады жаңағы мәжуси. Өлім аузында жатады. Енді мәжуси болып өмір сүрген ғой. Тек өмірінде сол жаңағы бір ғана сөзді айтты, Рамазанды неге сыйламайсың деп баласын ұрды болды. Ағарата мәжуси болып өмір сүреді. Сөйтіп жаңағы өлім аузында жатқан уақытта Әзрейл алейхиссалам періште жан алушы кіріп келеді екен. Мен сенің жаныңды кәпір болған күйде алам, Алланың қалауымен, Алланың әмірімен, деп жаңағының жанын суырып шығарып жатқан уақытта кәпір болған күйде азаптап. Рамазан періштесі сол уақытта жетіп келеді екен. Әзрейл алейхиссалам айтады екен, мен Рамазан періштесімін, Алла Тағала мені жіберді осы жерге. Неге, не үшін деп сұрайды ғой енді Әзрейл алейхиссалам. Мына адамның жанын қайттан денесіне кіргізесің. Және соңғы бір сөзді айтуға мүмкіндік бересін деп айтады екен. Неге? Себебі бұл тірі кезінде мені құрмет қылған еді. Яғни Рамазан айы деп баласын ұрған еді. Баласына ашуланған еді. Бұл жерде баласын ұрған үшін жұмаққа кетіп бара жатқан жоқ. Бұл жерде Рамазанды құрмет қылған үшін.
Сол үшін бұл адамның жанын қайттан кіргіз денесіне, және соңғы бір мүмкіндік, шанс бер, бір сөзді айтып үлгерсін дейді. Алла тағала осылай айтып жатыр дейді. Сөйткенде Алладан бұйрық болғасын, жаңағы Әзірәйіл алейхиссалам қайтадан денесін, жаңағы рухын денесіне кіргізеді. Сол кезде соңғы бір мүмкіндік береді. Жаңағы мәжусиде ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп калима шахадат таухидты айтып, мұсылман болған күйде қайтыс болып кетеді екен. Көрдіңіз бе, Алла бүкіл күнәсін кешіріп жүреді жаңағы мәжусидің. Ешқандай намаз оққан жоқ, оразаны да ұстаған жоқ, бірақ Алла соңғы демінде мұсылман болып, иман болып кетуіне Аллахым нәсіп етті ол адамға. Неге? Себеп не? Рамазанды құрмет қылған үшін. Енді осындай риуаятты естіп алып, енді біз айтып жатырмыз ғой, мотивация болсын, жаңағы күш болсын, не болсын, адамдарға біліп жүрсін деген сияқты. Осындай риуаятты естіп алғаннан кейін үйге барып аяқты созып қойып жату, ол болмайды, ол жараспайды бізге. Ойбай, мен өмірім соңында бір дем қалса, таухид, калима шахадатты айтамын да жұмаққа кіріп кетем. Жоқ, оның өйтіп ойламаңыз. Алла біледі, айтасыз ба, айта алмайсыз ба. Адам болып келдік па, адам болып кетуіміз керек. Амал жасауымыз керек, намаз оқуымыз керек. Бұлар парыз. Намазды оқимыз, амалдарын жасаймыз. Кейін барып тәуеккіл қылып Алладан сұраймыз. Я Аллахым хуснал хатима. Соңғы демімізді калима таухид, калима шахадатпен шығуын нәсіп ет, я Аллахым деп тілейміз. Ажан Аллаға тапсырамыз. Алла баршамызға соңғы деміміздің ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп шығуын Аллахым нәсіп етсін. Ұстап жатқан оразамыз Алла тағала қабыл етсін. Бүгін осындай бір хадис оқыған болдық. Нәсіп етсе келесі хадистерді жалғастырып оқып кете беретін боламыз. Алла еліміз дінімізді аман етсін, еліміздің ішін даудан, сыртын жаудан сақтасын. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. تقبل منا بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.